769 тура санды теңдік шарты орын алатындай етіп шақшалар қойыңдар. Бірінші, біз қарайық мына жерде 4,8-ді минус 16-ға бөлетін болсақ, бізде минус 3 шығады. Теңдіктің мына жағынан да минус 3 шығару керек. Ол үшін 2 мен минус 8-ді жақшаға алсақ, бізде минус 6 болады. Минус 6-ны 0,5-ге көбейтсек, минус 3 шығады. Екінші, мына жақта есептеп алайық. Бізде шығады 6. Мына жақта 6 шығу үшін 9 қосылған 3 деп алсақ, 12, 72-ні 12-ге бөлсек, 6 шығады. Келесі, 9,6-ны 1,2-ге бөлсек, 8 шығады. Мына жақта 8 шығу үшін 0,7-ге 0,9-ды қосамыз. Оны 5-ге көбейтсек, 8 шығады. Төртінші, мына жақта 20-ны минус 2,7-ге көбейтсек, минус 54 шығады. Теңдіктің екінші жағында минус 54 шығу үшін 2 азайтылған 8-ді жақшаға аламыз. Сонда минус 6, минус 6-ны 9-ға көбейтеміз, минус 54 шығады. 770 тура санды теңдіктерді мүшелеп қосуды орындаңдар. 0,6 азайтылған 2 тең минус 1,4-ді қосамыз. 2 қосылған 1,8 тең 3,8. Енді мүшелеп қосайық. Қосылған 2 қосылған 1,8 тең минус 1,4 тең 3,8 қосылған 3,8. 2 мен 2 қысқарады. 2,4 шығады. 2,4 тең 2,7 1,7 қосылған 6 тең 7,7 қосамыз. 0,5 азайтылған 1,7 тең 0,4 көбейтілген минус 3-ге. 1,7 қосылған 6 қосылған 0,5 минус 1,7 тең 7,7 қосылған 0,4 көбейтілген минус 3-ге. Мына екі сан қысқарады. Сонда бізде 6,5 тең 6,5 шығады. Келесі 1,8 көбейтілген минус 5 тең минус 2 көбейтілген 4,5. Қосамыз. Минус 5 көбейтілген 1,2 тең минус 2 көбейтілген 3. 1,8 көбейтілген минус 5 қосылған минус 5 көбейтілген 1,2 тең минус 2 көбейтілген 4,5 қосылған минус 2 көбейтілген 3. Мына жақта минус 5-ті жақшаның сыртына шығарсақ, бізде 1,8 қосылған 1,2 қалады. Тең, мына жақта минус 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек, 4,5 көбейтілген қосылған 3 қалады. Енді есептесек, 3 шығады. 3-ті минус 5-ге көбейтсек, 15 шығады. Минус 15 тең. Мына жақта 7,5-ті минус 2-ге көбейтсек, минус 15 шығады. Төртінші, 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 1 минус 0,115 қосылған 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 4 тең минус 0,6. Мүшелеп қосатын болсақ, 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 1 қосылған 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 4 тең минус 0,15 қосылған минус 0,6. Енді мына жерде 4-тен 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда минус 5-тен 1 қалады. Да минус, да плюс, екеу минусты береді, 5-тен 4. Тең минус 0,15 минус 0,6. 4-тен 3 көбейтілген, мына жерде 5-тен 1 минус 1 минус 4 болады. Сонда бізде ол минус 5-ге тең. Минус 5-тен 5 ол 1-ге тең. Сонда минус 1-ге көбейтеміз. Ал мына жерде екеуісінің таңбасы минус 0,75 болады.
минус 4-тен 3 тең минус 0,175. 3-ті 4-ке бөлсек, минус 0,175 болады. 771 тура санды теңдіктерді мүшелеп көбейтуді орындаңдар. 3,8 азайтылған 5 тең минус 1,2 көбейтеміз. 3-ке тең 0,6 қосылған 2,4. 3,8 азайтылған 5 көбейтілген 3 тең минус 1,2 көбейтілген 0,6 қосылған 2,4. Минус 1,2 көбейтілген 3 тең минус 1,2 көбейтілген 3-ке. Сонда минус 3,6 тең минус 3,6. Минус 2 қосылған 1,7 тең 0,3. Көбейтеміз. 4 тең 1,4 қосылған 2,6. Көбейтілген 4 тең минус 0,3 көбейтілген 1,4 қосылған 2,6. Шақшан үшін орындайтын болсақ, минус 0,3 көбейтілген 4 тең минус 0,3 көбейтілген 4 болады. Минус 1,2 тең минус 1,2. 2 бөлінген 0,4 тең 5 көбейту керек. 18 тең 9 бөлінген 0,5-ке. 2 бөлінген 0,4 көбейтілген 18 тең 5 көбейтілген 9 бөлінген 0,5. 2-ні 0,4-ке бөлсек 5 көбейтілген 18 тең 5 көбейтілген 18. 90 тең 90. 1,8 көбейтілген 5 тең 9 көбейтеміз. 1,3 қосылған 2,5 тең 3,8. 1,8 көбейтілген 5 көбейтілген 1,3 көбейтілген 2,5 қосылған тең 9 көбейтілген 3,8. 9 көбейтілген 3,8 тең 9 көбейтілген 3,8. 34,2 тең 34,2 болады. 772 Семей және Өскемен қалаларының арасы масштабы 1-дің 7,500,000-ға қатынасындай картада 2,8 см. Осы қалалардың арасы масштабы 1-дің 1,500,000-ға қатынасындай картада неше сантиметр? Пропорциямен шығарып көрейік. Бізде 1 сантиметр 7,500,000 километрге тең. Ал 2,8 сантиметр неше километрге тең? Соны тауып алайық. X тең 2,8-ді көбейтеміз 7,500,000-ға. Сонда бізде шығады 21 миллион километр. Ал осы 21 миллион километр мынандай масштабта неше сантиметр? Яғни 1 сантиметр 1,500,000 километр. Y. Бұл бізде 21 миллион километр. Y-ті табу үшін 21 миллионды бөлеміз 1,500,000-ға. Нөлдерін қысқартып жіберейік. Мұнда 3 0, мұнда 3 0, 2 0 мен 2 0. Сонда 210-ды 15-ке бөлеміз 14 сантиметр. Жауабы 14 сантиметр.